Сәлем достар! Бүгін сіздермен менің жүрегіме жақын тақырып біздің еліміз Қазақстан туралы сөйлесеміз. Ал құрметті көрермен, бастаймыз. Менің видеомның тақырыбы Қазақстанның туы болғандықтан салатын суретімде соған байланысты болады. Ал сіз жақсылап жайғасып отырып алыңыз, суретті тамашалай отыра қазақ халқының мәдениеті, ғұрып-әдеті жайлы кішігірім мәліметтерге ие боласыз. Ұлттық киімдеріміз жайлы айта кетсек, қазақ халқының ұлттық киімдері ежелгі дәстүр мен сұлулықтың айғағы. Әр киімнің өзіндік мәні, мағынасы бар. Ер адамдар көбіне шапан, тымақ, белбеу киген. Шапан құрметті адамдарға сыйлық ретінде ұсынатын ұлттық киім. Әйел кісілер ise камзол, көйлек, сәукеле, кимешек киген. Сәукеле әдетте қыз ұзатуда киілетін ең сәнді бас киімі. Ол әдемі асыл тастармен, моншақтармен және күміспен безендірілген. Қазақ киімдері көбіне жүннен, жібектен, мақтадан тігілген, ал ою-өрнектер табиғаттан, жануарлардан шабыт алған. Мысалы, қошқар мүйіз, байлық пен молшылықтың нышаны. Ұлттық киім тек сән емес, ол халықтың тарихы мен болмысын танытатын мәдени мұра. Қуантарлық жағдай, қазіргі күнде ұлттық киімдеріміз сәнде. Өткен жылдарда киімдерімізді тек қана мерекелерде киген болсақ, бүгінгі күнде екінің бірінің үстінде қазақи нақыштағы киімдерді көруге болады. Ұлттық тағамдарымыз жайлы айта кетсек, қазақтың ұлттық тағамдары елдің табиғатына, тұрмысына және қонақжайлығына сай жасалған ерекше ас түрлері. Ең басты ұлттық тағам бесбармақ. Бесбармақ сөзі бес саусақ деген мағына береді. Өйткені бұл тағам қолмен желінеді. Сонымен қатар қазы, қарта, шұжық, жылқы етінен жасалатын ерекше дәмді тағамдар. Сүт өнімдері де қазақ дастарханының негізі. Қымыз бие сүтінен, шұбат түйе сүтінен ашытылып жасалады. Ал құрт, ірімшік, сары май дәстүрлі тағамдар. Олар денсаулыққа пайдалы және ұзақ сақталады. Қазақ халқының бір жақсы қасиеті қонақжайлылығында. Үйге келген әр адамға ең дәмді асын ұсыну біздің ұлттық дәстүріміз. Ең басты тақырып Қазақстан туы жайында еді. Қазақстан Республикасының туы тәуелсіздік пен бейбіт өмірдің белгісі. Туымыздың түсі көк. Ол ашық аспанды, еркіндікті және еліміздің бірлігін білдіреді. Тудың ортасында алтын күн бейнеленген. Күн өмірдің, жылылықтың, молшылықтың нышаны. Күн астында қалықтап ұшқан қыран еркіндік пен биік армандардың белгісі. Ал туымыздың сол жағындағы ою, қошқар мүйіз өрнегі, ол қазақ халқының бай мәдениеті мен дәстүрінің көрінісі. Бұл әсем туымызды жасаған адам суретші Шәкен Ниязбеков. 1992 жылы қабылданған бұл ту бүгінде бүкіл әлемге Қазақстанды танытып жүр. Ту мемлекеттің егемендік пен біртұтастығын білдіретін басты рәміздердің бірі. Қазақстан көп ұлтты ел. Мұнда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері татулықта өмір сүреді. Қазақтар ән мен жырдың халқы. Домбыра ең сүйікті аспаптарының бірі. Ал көре-көре көсем боларсың деген мақал өнерге деген құрметті білдіреді. Қазақстан жайлы, қазақ халқы жайлы көп білгісі келетін шетелдік достарымызға мықты кинолардың атын айта өтейін. Керемет фильмдердің бірі Көшпенділер. Тарихи экшн жанрындағы ірі жоба. Қазақ хандығының құрылу кезеңі мен батырлардың ерлігін баяндайтын кино. Бұл фильм Голливуд деңгейінде түсірілген және әлемнің көптеген елдерінде көрсетілген. Номер 2 кино ол ежелгі сақ патшайымы Томиристің өмірі мен ерлігі туралы тарихи драма. Ол өз халқын қорғап, парсы патшасы Кирмен шайқасқан. Фильм көрерменге қазақ әйелдерінің батырлығын және елін қорғаудағы ерлігін көрсетеді. 2012 жыл көрермендерге жол тартқан Жаужүрек мың бала фильмі. Қазақ батырларының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресін баяндайтын эпикалық фильм.
әсерлі көріністер мен патриоттық рухқа толы. Көрерменге елін қорғаған жас батырлардың ерлігі үлкен әсер қалдырды. 2018 жылы шығарылған анимациялық фильм «Мұзбалақ» мультфильмі қазақтың бүркітшілік дәстүрі туралы әдемі мультфильм. Отбасылық тәрбиелік мағынасы зор. Бұл мультфильм шетел көрермендеріне де жоғары бағаланып, олардың құрметіне ие болған. Мінекей достар, бүгінгі видеоның тақырыбы дайын. Қазақстанның туы. Қандай әдемі желбіреп тұр, иә? Туыңызға байланысты қызымыздың киімінде, әшекейлерінде, шашына, макияжына да қазақтың туындағы түстерін қосуға тырыстым. Егер сізге ұнаған болса, комментарийда жазып қалдырыңыз. Тағы да қандай қосымшалар қосуға болатын еді? Талғамы биік асыл көрермен, менің видеомды алтындай уақытыңды бөліп көргеніңе рахмет. Менің каналымда көрушілер бойынша бірінші қатарда Қазақстан тұрса, екінші орында Өзбекстан екен. Демек, келесі видеом Өзбекстан жайлы болмақ. Асыл көрермен, сен де комментарияда Қазақстан жайлы қызықты фактілерді көрсетіп өт. Егер де менің каналым қызық болса, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі видеода тағы да қызықты тақырыппен кездескенше.